әрмен қарай жалғастырамыз. Қарқаралы ауданы, Тәттімбет ауылы, Тәттімбет жастары тобы. Қарсы алыңыздар. Ассалаумағалейкум, ауылдан шыққан қалалықтар. Ауылдың айранын ішіп, ақ бауырсағын жеп семірген Тәттімбет ауылының жастары сахнада. Ауылдан арнайы келгеннен кейін ауылдың дәмін әкелдік. Ауыз тиіңіздер. Ақ бауырсақ, шапшаңа піскен, қазанда піскен ақ бауырсақ. Сіздерге арнап ақ бауырсақ. Айтатын әнім сүйетін дәмі ақ бауырсақ. Осамды жаным жақсы көретті. Ауылда хит қой бұл. Ауылдың әрқайсының звоногында өселен ғой бізде. Звонок демекшілер еке, орын жайлы бір звонок жасап, шешіп бермедік па. Жігіттер, бір звонокпен шеш салатындай біз гаидің алдында тұрған жоқ, біз халықтың алдында тұрмыз ғой. Гаи демекші бізді бағана гаи ұстап алды. Сосын не болыпты? Қайда барасыңдар дейді. Біз Жайдарманға барамыз дедік. Бір әзіл айтсаңдар жіберем демесі бар ма? Әзіл айту оңай ғой. Сонымен? Айтуын айттық қой ереке. Мынау бәрін құртқан, күйдірген. Ешкі туралы әзіл айт гаилерге. Жігіттер, кішкене алшақтамай. Не, бөлек обыл санақшы бағансыңдар ма? Ұлытау мен Балқаштың арасы ұқсамай кішкене жақындап тұрсаңдар. Құр отырмай бауырсақтан жеп отырыңыздар. Жеу демекші, кезінде менің атам жалғыз өзі бір қойдың етін тауысқан. Тіресіктер, менің атам әкім болған. Бір сағат ішінде 2 қойдың етін жеп болған. Ой, қойш, менің атам депутат болған. Бір сағаттың ішінде бір ауылдың қойын жеп қойған ғой. Сонымен, құр әңгіме айта бермей, фестивальді жармадық па жігіттер? Жарамыз. Сонымен елімізде жемқорлыққа қатысты шаралар жүргізіп жатқанмен әлі де тыйымын тоқтатар емес. Сонымен ауылымызға облыстан ақша бөлінді, тендер. Жейміз. Жігіттер неге жеу туралы ғана айтасыңдар? Ұят емес пе? Жаңа Қазақстан дегендей. Жігіттер, сендер кешіктіңдер, мені жек қойған, мен елеспін. Ауыз түйттер Менің бір қызыл диплом бар, мамандығым программист. Менде екеу, менікі юрист. Ойшы, менің 5 қызыл дипломым бар. Шын мәнінде біз мұғалімдерміз. Мен ауылда ағылшын тілінен сабақ беремін. Ал мен болсам ауыл балаларына денішілік тұрда сабақ берем. Ал мен математикадан, логикадан берем ғой. Юрист емессің ба? Сен юристсің ғой. Мен директормен келісіп енді биден берсем бәде, биден! Сіздермен болған Тәттімбет ауыл құрама командасы. Біз сөздің соңында айтатыныз, ауылға қайтамыз. Қарағандыдан Қарқаралыға барамыз. Қарағанды жолы Қарқаралының жолы ауылға баратын жол. Сөздің соңында сіздермен болған Тәттімбет ауылының құрама командасы ауылға келіңіздер.